Отбасымызбен қойдың етін жегенді жақсы көреміз. Бірақтан осындай іш майлар көп болып қалып қойғандықтан бәрін жинап, осы бір әдістен пайдаланамын. Майдың бәрін майда етіп турап, қазанға салып, алдымен жай отта, сосын кішкене май ергеннен кейін қатты отқа қойып, майларын ертіп аламыз. Білуімше, көп адамдар қойдың майында иісі бар дейді. Бірақтан бұл әдістен пайдалансаңыздар, ешқандай да иісі қалмайды. Осындай ыңғайлы ыдыстарға құйып, суытып, суығаннан кейін холодильникке салып қатырып аламыз. Қатқан майларды кішкене жылы суға салып алсаңыздар, формасынан оңай ғана алынады. Мен бұл майларды маргариннің орнына қолданамын. Кез келген қаттама, бауырсақ, самсалардың арасына саламын. Тіпті плов жасайтын болсам да, қою тамақтарға кішкене 1 қасықтан 2 қасықтан салып жерсе, дәмі керемет болып шығады. Майларды пакетке орап, тоңазытқышта